6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап көлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Дёрфлиге қайта оралған Питер омарташылық пен ірімшік жасаумен айналыса бастады. Қайта маған Риконың көмегі көп дейді, ол ешкі бағу тез үйреніп Бірақ алды. маған ешкімнің көмегі керек емес. Питер шаруаның бәрін бір өзі атқарып жүрді. Сөйтіп жүргенде жайсыз жағдай орын алды. Жоқ, бергел, енді қайттым. Алайда дер кезінде жасаған Хайди мен Риконың көмегімен бәрі ретке келді. Хайди! Ақыры үш дос татуласып, Рикоға көптен күткен ешкі бағушы атағы берілді. Жарайсың, Рико! Фантастико! Қайта жаңғыру. Бал салатын мұнша көп ыдысты бірінші рет көріп тұрмын. Осының бәрін толтыра алатыныңа сенімдісің бе? Уайымдама, бұл жолғы өнім біз ойлағаннан асып түседі. Бізге де бересің ғой, иә? Әрине, тек ақылды болсаң ғана. Ақылды болып жүрмін ғой. Ал мынау әкеме. Ең алғашқы өнімді жинайтын кезде қасымда болмағаны өкінішті. Әкеңе сәлемдеме жіберерде бір-екі құтысын салып жіберсеңші. Иә, сөйтем, қуанып қалары анық. Кездескенше, Питер. Жақсы, кездескенше. Жақсы отырдық, иә? Иә. Саяжайға барасың ба? Жоқ, ауылға барғым келеді. Не үшін? Питерге тосын сый жасасам деймін. Әкесіне жедел хат жіберем. Сол кезде ол демалыс күні Дёрфлиге келеді. Керемет болар еді, Питердің қуанышында шек болмайды. Сөйтіп болмаған көп қып бал береді. Иә. Рико, осы сені таппайтының жоқ. Сәлеметсіз бе, мен Антон Бендорфты іздеп жүредім. Дәл таптыңыз? Сізге жедел хат келді. Рахмет. Рахмет, мұрза. Шын айтасың ба? Ол ертең келе ме? Иә, сағат 2-дегі пойызбен. Бірақ Питерге айтушы болма, бұл біздің тосын сыйымыз болады. Жапқан аузымды ашпаймын. Уайымдама. Жұмған де, Рико. Бізде жұмған аузымды ашпаймын деп айтады. Бәрібір емес пе? Қане, қыздар. Сәлем, достар. Сәлем, Питер. Чао! Тыңдаңдаршы, қарсы болмасаңдар, алқапқа менсіз бара беріңдер. Себебі мені қазір омартадағы балды жинайтын болдым. Қазір деген сонда дәл қазір ме? Солай ма? Иә, дәл қазір. Енді ертең демеген шығармын. Бал жинауға қолайлы уақыт деп ойлайсың ба? Айтайын деген бәлкім ертең жинарсың. Созып қайтем, қазір барып заттарымды алып келем. Мен осында күтіңдер. Қалай болғанда да, Питер, бал жинауға ертең бару керек. Тез бірдеңе ойластыруымыз керек. Ендеше әке шайлы айтып берейік, сол кезде ертеңге дейін күте тұрады. Бірақ оған айтсақ тосын сый болмай қалады ғой. Иә, дұрыс айтасың. Сәлеметсің бе, Хайди, сәлеметсің бе, Рико? Сәлеметсіз бе, Бриджит әте? Ауыл орталығына барасыз ба? Бірақ алдымен жуылған киімдерді келлерлер отбасына апаруым керек. Біраз жүріп қалатын сияқтымын. Қаласаңыз киімді біз апарып берейік. Көмектессеңдер жақсы болар еді, бірақ себеттер ауыр ғой. Оның үстіне 3 себетім бар. Бізге Питер көмектеседі. Солай ғой, Питер. Қандай көмек? Анаңа көмектесу үшін себеттерді келлерлер отбасына апарамыз. Бірақ мен бара алмаймын. Питер, келлерлер отбасы бүгіннен қалдырмай әкеп тастаңдар деген жұмысын бастан асады. Ара шаруашылық өте жауапты іс. Менің де жұмысын бастан асады. Үй шаруасы өте жауапты іс. Жүр, Питер, анаңның сөзіне кетпе. Балды кейін жинауыңа болады. Жарайды. Ендеше жүріңдер, тездетейік. Күте тұршы, Питер. Болсаңдар шенді. Тез қимылдасақ тез бітем, сосын өз жұмысымды жасаймын. Енді басқа сылтау табуымыз керек. Сәлеметсіз бе, келер мырза?
Сәлеметсіңдер ме, балалар? О, бұл себеттер сендерге ауыр емес пе? Жоқ, ауыр емес, қайта Бриджит тәтеге көмектескенімізге қуанып тұрмыз. Ана жерге қоя салыңдар. Қалғанын өзім реттеймін. Болды, енді бәріміз омартаға барып бал жинаймыз, кеттік. Бал жинамақсың ба? О, жасаған зымыраған уақыт десеңші. Иә, шамамен 20 келіде шығу керек. Сатып сізден алған қарызымды қайтаратын болдым. Бәрі дұрыс па, қымбаттым. Балалар жуылған киімдерді алып кепті. Мінекей, алып кепті. Иә, қара. Көрдің бе? Бекетке баруды ұмытқан жоқсың ба? Маңызды тапсырыс күтіп отырғанымыз есіңде шығар. Мына жерді жинастырып бол, бірден сонда барам, Альда. Білесіз бе, келлер мырзаны өре қылмай-ақ қойыңыз, ол жаққа біз барайық. Біз? Сендер ме? Бірақ біздің уақытымыз жоқ қой. Келетін жүгіміз ауыр болуы мүмкін. Ештеңе етпейді. Флавио мен арбаны алып барамыз. Осы арқылы келлер мырзаның жомарттығын алғысымызды айтамыз. Солай қой. Жомарттық? Ол қандай жомарттық? Не жайлы айтып тұрсың? Енді келлер мырза Питерді қол астына алған кезде талай көмектескен үшін ғой. Оған менің де көмегім тигенін ұмытпа. Қарсылығым жоқ, көмектескілерің келіп тұрса қарсы емеспін. Жарайды, тез барып есекте келер Рико. Бекет жақта кездесеміз. Мұнда қол қой. Сосын мұнда. Рико не істеп жүр? Бағана келетін уақыты болды ғой. Мә, саған. Чао! Әне, Рико да келді. Қане, хайди кішкене шыдаш. Қане. Тамаша, уақыт бар. Бал жинап үлгерем. Болды, енді тездетейік. Жүресіңдер ме жоқ па? Иә, жүр, Флавио. Тез жүріп барамыз. Оны бөгеудің басқа малын таппасақ болмайды. Флавио. Питер, тоқта. Бірдеңе болды ма? Дөңгелегі тығылып қалды. Ендеше не тұрыс? Оны шығарсаңшы. Флавио ғой, қанша тартсам да жүрмей жатыр. Жүр деймін. Жүрсеңші. Қане жүр, кеттік, Флавио. Жүресің бе жоқ па, ақымақ? Күлкіл емес. Келдіңдер ме? Уайымдай бастап едім. Бәріне есе кінәлі. Рахмет, балалар, көмектескендерің қандай жақсы болды. Жүріңдер, саяжайға барып керек заттарды аламыз да бал жинауды бастаймыз. Жүріңдер. Бәрін бітіретініңе сенімдісің бе? Әрине. Бүгінге қоя тұрышы. Қара, кім бұзылайын деп тұрған сияқты. Қап. Тамаша, айтайын дегенім, енді қайттық. Оның үстіне Питер, кім бұзылған кезде аралар ашулы болатынын ұмытпа. Жарайды. Бүгінге қоя тұрып ертең бастағаным дұрыс шығар. Я, ең дұрысы сол. Не болар екен? Сұмдығай. Еңбегім зая кетті. Омартадан түк қалмады. Питер, өкінішті.
Енді келер мырзаның қарызын қалай қайтарамын? Дүкенге барып болған жайды айтқаным дұрыс шығар. Аралар қашып кетті деп ойлайсың ба? Білмеймін, Рико. Солай болса екен. Сұмдығай, қиын болған екен, е? Келер мырза, ақшаңызды қайтарам деп уәде берем. Бірақ аздап кешіктіруге бола ма? Өтінем. Нені кешіктіресің? Ол қандай ақша? Қымбаттым, сен осындасың ба? Иә, осында тұрмаушы едім. Қайтарам деп отқаның қандай ақша? Енді қалай түсіндірсем екен? Питер омарта шаруашылығымен айналысқысы келген, соған аздап қол ұшымды берген болаттыммын. Қанша бердің? 300 франк, иә. 300 франк? Түбіме жетейін деген екенсің ғой. Ол ақшамыз қайтаруға келді деп үміттенем. Көп замай қайтарам деп уәде берем. Өкінішке орай омарталарыма найзағай түсіп жанып кетті. Біраз уақыт беріңіздерші. Бұл мүмкін емес. Ақшамды тез арада қайтармайтын болсаң, оны қайтарудың басқа жолын табам. Жарайды. Бірақ қалай? Мен білем, маған ешкілеріңді бересің. Ешкілерімді олай жасай алмайсыз. Бұныңыз әділетсіздік. Мені білмейді екенсің. Тыңдашы, Альта, мүмкін біз... Аузыңда шушы болмай, Йохан. Бәріне сен кінәлісің. Келесі жолы қарыз беретін болсаң, ханзадаға бер, ешкі бағушыға емес. Жарайды, қымбаттым. Ал саған балақай қарызды қайтаруға 3 күн беремін. Түсіндің бе? Сонымен, Түсінікті. келлер ханым Питердің ешкілерін тартып алу мүмкін. Оны тоқтата аламыз ба? Өкінішке қарай қолдан келер шара жоқ. Питер қарызға ақшалау отырып тәуекелге барды. Келер ханымның ақшаны қайтар деп талап етуіне құқы бар. Енді не істесем екен? Шыдамдылық танытып күте тұруын сұра. Ата, Питер газда болса да көмектесе аламыз ба? Ата, Көмектесер едім. Бірақ Мейсон берген ақшаның бәрін саяжай тұрғызатын заттарға жұмсап тастадым. Түсінемесіңдер? Оғамнаны берсе қалай болады? Бұл өте бағалы тас. О, Рико, оны қайдан алып жүрсің? Бізден тығылып, ақшынға барып жүргеннен солмысың? Ақшынға барған жоқпын. Кет бара жатып бекеттің маңынан тауып алдым. Иә. Мейсон қашып бара жатқанда сөмкесінен түсіп қалған ғой. келлер ханымның қарызын қайтаруға жетеді деп ойлайсыз ба? Жоқ, қымбатқа өтпейді, тым кішкентай. Кешір, Питер. Айтыңдаршы, Мейсон мырза барған шақта да жылтырақ тастар көп болды ма? Болғанда қандай айналаның бәрі жылтырап жатты. Егер тастардың біразын тауып алсам, келер мырзаның ақшасын қайтаруға жетіп қалар. Артылып жатса жаңа Ол омарталам. жаққа барам деу ойларыңа да келмесін. Ол жақ қауіпті. Оның үстіне тастар Мейсоннан артылды деп ойламайым. Сөзіңіздің жаны бар аға. Жақсы, мен қайтайын. Әже мен анама омарта жайлы әлі айтпап едім. Табынды ойлап алаң болма. Рико екеуміз бас көз боламыз. Иә, рахмет, мен жақсылап ойлануым керек. Жақсы. Жақсы, ендеше мен де жолға шығайын. Пойызға үлгеруім керек. Ана жерге барам деп едіңіз ғой, сонда кетіп барасыз ба? Иә, шипажайға тек сенбі күндері кіруге рұқсат береді. Әжеге менен сәлем айттыңыз. Жарай ма, ата? Ата! Иә, Хайди. Питердің бұл жағдайға тап болғанына мен кінәлімін. Кеше ол бал жинақсы келген, бірақ біз тосын сый жасаймыз деп оны тоқтатумен болдық. Бүгін оның әкесі келіп өнім көретін болған. Хайди боларыс болды, бәрібір ештеңе өзгермейді. Балды жинаған күннің өзінде жаңа омарта алуына тура келер еді. Антон мырза келсе не ойлайды? Питер ше, ол қолынан не келетін әкесіне көрсеткісі келген болатын. Хайди, Антон да талай қиындықты басынан өткізген. Ол бәрін түсінеді. Қайта дәл қазіргі сәтте Питерге тек әкесі керек. Ешқайда бұрылмаймыз. Әжейдің саяжайынан Питерге жолығып, әрі қалған ешкілерді айдай кетейік. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Оған әке шәйлі айтасың ба? Иә, сосын ол бекетке барып әкесін күтіп алады. Әкесін көріп көңілі орнына түседі деп ойлаймын. Мен де, Рико.
Саған. Мұнда біреу бар ма? Питер, үйдесің бе? Әжей мен Брижит әте алқап екен, қара. Бірақ Питер жоқ. Қайда болуы мүмкін? Жылтырақ тастарды алуға кетсе қайтеміз? Солай ойлайсың ба? Оның мінезін білесің ғой, көздеген орындамай қоймайды. Антон ағаның пойызы келді. Рико, сен ешкілерді өріске апар, ал мен бекетке барып бәрін әкесіне айтып берем. Жарай ма? Шы, жүріңдер. Дёрфли! 5 минуттан соң жүреміз. Антон аға! Қайди? Питер, сенімен бірге. Антон аға, Питер ақмақтық жасай ма деп ойымдап тұрмын. Түсінбедім. Питер бағалы тастарды іздеуге кетті. Себебі ол омартаның ақшасын төлеу керек. Бірақ найзағайдың кесірінен келер ханым ешкілерін тартып алмақшы. Ал ақшың болса өте қауіп. Тоқта, сабаңа түс, Қайди. Енді бәрін басынан бастап түсіндір. Жүріңіз, мен сізге жолда айтып берем. Болды, бүгінге осы да жетеді. Жетпеген осы еді. Жарайды, мұнда жартас батыс жақта, демек ана жақ. Жоқ! Әне, жылтырақ тастарға апаратын жартас анау. Енді сен үйіңе бар. Қалай жүру керегін айтсаң болды. Жоқ, тауды қарағанда мен жақсы білем. Ол жаққа сізбен барам. Әр қадамыңызды байқап басыңыз. Питер! Питер! Түсінбе өңімбе. Әке, Питер! әке, мен мұндамын. Төбеде екен. Питер! Қайди, қозғалуға қорқып тұрмын. Келе жатырмыз. Өтінен байқаңызшы. Уайымдама. Өмірімде бірінші рет тауға шыққалы жатқан жоқпын. Питер! Естисің бе? Я, мен мұндамын. Келе жатырмын. Көріп тұрмын. Мен де. Арқанды ұста да беліңе мықтап байла. Жақсы. Ұстадым. Болды. Енді төмен түс, құламайсың. Жарайсың, түсе бер. Әке, сізді көргеніме қатты қуанып тұрмын. Мен де, Питер, мен де. Бірақ сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сенің бал шаруашылығынан алатын алғашқы өніміңді көрсін деп Хайди шақырған болды. Өкінішке орай ол мүмкін емес. Питер, бәріне мен кінәлімін. Саған тосын сый жасағым келген, сондықтан да кеше бал жинайым дегенді естіп жолыңды бөгеумен болдым. Рико екеуінің біртүрлі болып жүргендерің содан екен ғой. Иә, Саған ренжімеймін. Омарталарыма найзағай түскенде сен кінәлі емессің. Нағыз омарташ секілді сөйлейтін болыпсың, Питер. Алған бетіңнен қайтпа. Сол кезде мәселенің шешімін таба алатыныңа сенімдімін. Бағалы тасқа толы сөмкемді жоғалтып алдым. Сіз берген компасты да. Мен үшін сенің амандығың мен саулығың маңызды. Апа, Питер,
Тұманға қарап сені уайымдай бастап едім. Қайда жүрсің? Ақшыңда болдым апа. Кім келгенін қараңыз. Антон? Сәлеметсің бе, Бриджит? Шынымен де ауылға жететін жер жоқ қой шіркін. Франкфуртты тастап осында қайтқың келгенін түсінем, балам. Осы неге Дерфілге тұрғыңыз келмейді? Ауылдан дүкен ашар едіңіз. Қаласаңыз, анаммен бірге тұрыңыз. Білесің бе, анаң екеуміз талай бақытты күндерді бірге өткіздік. Бірақ ол өткеннің еншісінде. Қазір әрқайсымыздың өз өміріміз бар. Жақсы, пойызым көп ұзамай келуі керек. Шынымен кетуіңіз керек пе? Біраз уақытты сенің қасыңда қуана өткізер едім, бірақ дүкенге бас көз болмасам болмайды. Саған көп рахмет. Қаласаң жолай дүкенге соғып, келер ханымнан қатал болмауын өтініп көрейін. Қалай қарайсың? Рахмет әке, бірақ ол мәселені өзім реттеймін. Жігіт емеспін бе? Эй, Питер, ешқашан берілмеуің керек. Сол кезде көздеген мақсатыңа жетесің. Рахмет әке. Сау болыңыз әке. Сау бол! Сәлеметсіздер ме? Сіздерге біраз ірімшік әкелдім. Ақшамды да келген шығарсың, Питер. Жоқ, келер ханым, егер маған біраз уақыт берсеңіздер, ақшаның бәрін қайтарам деп уәде беремін. Тоқта. Бос уәде қапшығым толтырмайтын ұмытпа. Бірақ ірімшігімнен түскен ақшаны жинасам көп замай. Ақшаң жоқ па? Ешкілерің де жоқ. Осы сөйлегеніңде жетер Альда. Питер қайтарам деді ме, демек уақыты келгенде қайтарады. Бірақ менің ақшам... Ол менің де ақшам. Демек не десем сол болады. Рахмет, келер мырза. Бар күшімді салып жұмыс істеп ақшаңызды қайтарам деп сөз беремін. Қайтарам деп асығудың қажет жоқ, Питер. Мен саған сенім, балам. Питер, сен іздемеген жерім жоқ. Жүр, саған бірдеңе көрсетуім керек. Ол не тағы? Өкінішке орай айта алмай мол тосын сый. Тағы да тосын сый. Әлі алыс па? Жоқ, біз келдік. Көзіңді жұм. Енді ашуыңа болады. Мә, саған. Бірақ... Атам мен Франческа ағай саған артап жасады. Ей, мен де көмектестім. Ішінде ештеңе жоқ әрине, бірақ оны қалай толтыру керегін сен жақсы білесің. Сіздерге қалай алғыс айтарымды білмей тұрмын. Барыңды салып, таудың ең күшті балын өндіріп, бірінші бізге дәм татқызсаң болады. Жоқ дегенде ішқытсын бересің. Сөз беремін. Бұзықтық жасасақ та бересің. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.